адамдар өзінің уын саған қай кезде шашады? Иә? Андай бүйтіп тискілеп, сөйтіп, қай кезде? Сен оның қандай да бір триггеріне тиіп тұрсың. Оның жаны ауырып тұр. Сені көргенде жаны ауырып тұр. Понимаете? Яғни сені көргенде қызғаныштан жаны ауырып тұр, өзін андай ішіндегі уы сыртқа шығып тұр, саған бүйтіп тиісіп. До такой степени сенің энергетикаң, сенің әдемілігін или сенің басқа бір қасиетін оның жанды жеріне тиіп тұр, ойлашы. Егер де сен оның жанды жеріне тимесең, ол саған ешнәрсе айтпаушы еді. Ал егер де сіз ол адам айтқандай мүсәпір, ұсқынсыз, жаман болсаңыз, ол адам біріншіден сізге мән бермеуші еді, былай өтіп, деп жүре беруші еді, деп күліп. Немесе жаны ашушы еді, жаны ашып, сізге жақсы сөз айтып, ой, қандай әдемісің, деп сөйтуші еді. Түсінесіз ба? Сіз оның жанды жеріне тиіп тұрғаны соншалық шыдай алмай сізге басқа нәрсені дәлелдегісі келеді. Сіз андай әдемі емессіз, сіз сондай жамансыз бүйтіп түсіріп. Өзін жаны ауырып тұр ғой, төмен өзін санап тұр. Сізді сол төмен дәрежеге түсіргісі келіп тұр. Бірақ ол сіз емессіз, ол адам. Бұрын менде сепарация болмаған кезде мен сондай адамдардың сөзін көңіліме алып қалатым. Бірақ қазір мен ойлаймын да, мына адамның байқұстың жаны ауырып тұр. Мен сондайдан кейін наоборот самооценкам өсіп бар ғой.